Сарыөзек гарнизоны әскери прокуратурасының қадағалау аумағында орналасқан әскери бөлімдер мен мекемелердің бірінші басшыларының қатысуымен, оның ішінде қылмыстық қудалау органдарының басшыларының қатысуымен ведомство аралық отырыс өткізілді. Ведомство аралық отырыста гарнизон прокуроры төрағалық етіп, 2025 жылы орын алған қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша қаза табу, жарақат алу және әскери қызметшілердің қызмет атқару барысында қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша жиын өткізілді. Жиында орын алған оқыс оқиғалар және оларға жол берілген себеп салдарлары талқыланды. Кейбір мекеме басшыларының баяндамалары тыңдалып, алдын алу іс-шараларын жетілдіру бойынша бағыт-бағдар берілді. Жиын отырыс қорытындысы бойынша әскери бөлімге жеке-жеке жоспар жасап, сол жоспар негізінде алдын алу іс-шараларын жетілдіру, мысалы әкімшілік құқық бұзушылық деректері көп орын алған әскери бөлімге сол бағыттағы алдын алу жұмыстарын күшейту жөнінде және құқық қорғау органдарын сол бағытқа жұмылдыру бойынша тапсырмалар берілді.